Қазақстан Республикасы жоғары сот төрағасы Жақып Қажыманұлы Асановтың сот саласын жетілдіруге бағытталған 7 басымдығы айқындалды. Олар: бірінші, мінсіз судья, қоғамның зор сеніміне ие болған әділ, бейтарап, тәуелсіз судьялар корпусын қалыптастыруды көздейді. Екінші, үлгілі сот жобасы, сот қызметінің сапасын арттыруға бағытталған. Үшінші, әділ процесс, сот процесін әділ әрі қисынды етуді мақсат етеді. Төртінші, татуласу, сотқа дейін сотта жобасы, дауларды бітімгершілік арқылы шешу мүмкіндіктерін арттырмақ. Бесінші, сапалы нәтиже мен коммуникациялық стратегия, сот пен қоғамның ашық диалогын қамтамасыз ету. Алтыншы, оңтайлы орта, қоғамның сотқа деген сенімін арттыру мақсатында сыртқы факторлардың жағымсыз ықпалын азайтуды көздейді. Жетінші, сот жүйесінде IT технологияларды кеңірек қолдануға бағытталып отыр. Татуласу, сотқа дейін сотта жобасы Қазақстан Республикасы заңнамасының медиациялық тәртіптегі татуласудың бірнеше бағытын айқындаған. Соның ішінде сотқа дейінгі татуласудың маңызы аса жоғары. Аталған басымдықтарды жүзеге асыруда Түпқараған аудандық сотымен бірнеше іс-шаралар атқаруды мақсатында татуласу, сотқа дейін сотта жобасы негізінде Отбасы, лайф жобасы дайындалды. Аталған жоба өмірге қалай келді? 31700 халқы бар. Түпқараған ауданында 5819 отбасы бар. Оның 1264-і жас отбасы болып есептеледі. Аудан статистикасының мәліметіне сүйенетін болсақ, 2018 жылы 101 неке қиылған болса, сотқа 49 отбасынан некені бұзу туралы талап арыз түскен. Демек, қиылған некенің 48,5% отбасылық өмірге дайын болмаған. Алайда сотқа келгенде ажырасуға ниет білдірген отбасылардың 58% азаматтық ісі татуласу арқылы тоқтатылған. Осындай азаматтық істермен жұмыс жасау кезінде бұл жастардың тоқтау айтар туыстары, ата-аналары, жақын ағайындары, үлкендері қайда? Ел-жұрт ағалары неге үнсіз деген сұрақтар туды. Ажырасқан дұрыс па? Татуласып отбасын сақтап қалған дұрыс па? Ажырасқан отбасындағы балалардың қал жағдайлары қандай? Әлеуметтік қолдауды қажет ете ме? Бауыр еті немересін еске алмай отырған ата-әжелердің жайы қалай? Ажырасудың нәтижесі ойран болған отбасы, тірі жетім бала, жалғызбасты еркек пен әйел. Шынында да бар қасірет осы жерде. Міне, осындай күрделі сұрақтарды талдау нәтижесінде бұл Отбасы лайф жобасы өмірге келді. Сондықтан Отбасы лайф жобасы аясында 2 бағытта іс-шаралар атқарылуда. Ажырасуға ниеттенген ата-анамен жұмыс, отбасын құруға ниеттенген жастармен жұмыс. Осы шараларды жүзеге асыру барысында алдымен: бірінші, мобильді топ құрылды. Екінші, отбасының ар-намыс туралы кодексінің жобасы жасалды, бекітуге ұсынылды. Үшінші, отбасы бірлігі мақсатында бақытымды бағалаймын атты бейнеролик дайындалып, әлеуметтік желілерде таратылды. Бұл бағытта сот ұжымы тарапынан барлық шара ажырасуға ниеттенген отбасындағы ерлі-зайыптыларды татуластыруға бағытталды. Ендігі жерде отбасын құратын жастармен жұмыс жасау қажеттігі туындады. Сондықтан Отбасы лайф жобасының негізінде құрылған мобильді топ отбасын құруға ниет білдірушілер арасында жұмыс жүргізбек. Себебі жастар арасындағы ұлттық рухани насихат жұмыстарының жетіспеушілігінен отбасының бұзылуына себепкер болып жататын кездер көп кездеседі. Мысалға айтатын болсақ, 7 атаға дейін қыз алыспауды, қан тек тазалығын сақтауды білмей, некелескен ұл мен қыздан сырқаулы ұрпақтың дүниеге келуі. Некелеспестен бұрын бір-бірінің денсаулығының жай күйін білмей, біреуінің денсаулығының нашарлығынан ұрпақ сүйе алмай, соңы ажырасуға әкелетін жағдайлардың болуы. Отбасының материалдық жағынан қолдауы болмай, пәтер мәселесі сияқты тұрмыстық кедергілерден отбасының бұзылуы. Жұбайлардың мәдени көзқарастарының әртүрлі болуы, себепті бір шешімге келе алмауы. Бала тәрбиелеу ісінде ортақ шешімге келе алмауы, түсінісе алмауы салдарынан неке бұзылуы сияқты жағдайлар. Сондықтан аудандағы азаматтық хал актілерін жазу бөлімі арқылы отау құруға ниет еткен жастармен байланысып, отау құруға ниеттенген жастарға 7 тұғырлы жол көрсету
яғни неке дайындығына қолдау көрсету мақсат етілді. Бірінші тұғыр әдет ғұрып дәстүрлік дайындығы, яғни ауыл ақсақалдарын тыңдау, медиаторлармен кездесу. Екінші тұғыр мәдениеттік дайындық, аудандық мешіт, кітапхана, мұражай орындарымен танысу, кездесу, тыңдау. Бұл ретте арнайы сертификатпен барған жастарға тегін мұражай қызметтері көрсетілсе, аудандық мешітте, кітапханада рухани құндылықтар туралы мәліметтер беріледі. Үшінші тұғыр дәрігерлік дайындық, аудандық аурухана орындарымен танысу, психиатрлармен кездесу. Жастарға арнайы сертификат пен психологиялық көмек беріледі, дәрігерлермен кездеседі. Төртінші тұғыр заңдық дайындық, аудандық сот орындарымен танысу, кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі полиция қызметімен танысу. Сертификатпен барған жастарға аудандық сотта заңдық тұрғыда көмек беріледі. Бесінші тұғыр профилактикалық дайындық, аудан әкімдігі, қорғаншылық қамқоршылық орындарымен танысу, кездесу, тыңдау. Бұл жерде жастар ауданда жұмыс жасайтын қорғаншылық қамқоршылық ұйымдарының жұмысымен танысады. Өмірде кездесетін қандай да жағдайға дайын болу қажеттігі туралы мамандардың кеңесін алады. Алтыншы тұғыр қатарларымен кеңес дайындығы, аудандық жастар ұйымы, спорт мектебі орындарымен танысу, кездесу, тыңдау. Жетінші тұғыр материалдық дайындық, кәсіпкерлер палатасы, іскер жандар және аудандық жұмыспен қамту орталығы, тұрғын үй бөлімдері орындарымен танысу, кездесу, тыңдау. Бұл соңғы тұғырда сертификатпен келген жастарға кәсіпкерлер палатасы арқылы бизнес пен іскерлік турасында кеңес беріп, үй болған соң отбасылық кіріс табыс көздері туралы мәліметтер беріледі. Бірлігі бар елдің белін ешкім сындырмас деген дана жұртымыз үшін қай кезде де татулықтың төрі елдіктің жолы екенін, сот төрелігі ең алдымен дауға тап болғандардың мүддесін қалпына келтіруші төрелік екенін үнемі есте сақтай отырып, аудандық сот пен аудан әкімдігінің бірлескен бұл отбасы лайф жобасын елдікті ойлаған, болашақты уайымдаған, ел ағаларының жанайқайынан туған идеялардың жиынтығы, болашақ ұрпаққа қажетті жоба деп қабылдадық. Осы жобаны жүзеге асыру мақсатында Түпқараған ауданы бойынша 2019 жыл мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында отбасы құндылығын насихаттауға бағытталған іс-шараларды өткізу лот тақырыбында 1 миллион теңгеге конкурс жарияланып, өркениет қоғамдық бірлестігі осы жобаны ұтып алды. Отбасы лайф жобасын тәжірибеде жүзеге асыруға дайынбыз. Біз отбасы лайф жобасынан көп үміт күтеміз. Бір отбасын сақтауға, бірнеше отбасын құруға Аталған жобаның септігі тисе, біздің үміттің ақталғаны деп білеміз.